Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық. Күнделікті тұтынатын ең қарапайым заттардың бірі тұз. Бірақ сол тұз денсаулығымызға қалай әсер ететінін көп адам біле бермейді. Тұз ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне қажетті натрий мен хлор көзі. Олар су балансын реттейді. Жасуша ішіндегі қысымды теңестіріп тұрады. Бұлшықет пен жүйке сигналдарының берілуін қамтамасыз етеді. Бірақ шамадан тыс тұз Қазіргі таңда адамдардың басым бөлігі күніне 10-15 грамм тұз тұтынады. Бұл ұсынылған мөлшерден 2-3 есе артық. Тұздың шамадан тыс қолданылуынан пайда болатын аурулар: жоғары қан қысымы, гипертония, инсульт пен инфаркт қаупінің жоғарылауы, бүйрек пен бауырдың зақымдануы, сүйектің әлсіреуі, остеопороз, асқазан жарасы. Кей адамдар тұз қоспаса дәмсіз деп ойлайды. Бірақ көптеген өнімнің ішінде жасырын тұз бар. Мысалы, дайын сорпа мен дәмдеуіштер, қаптамадағы нан, шұжық. Сау болып көрінетін кейбір жармалар мен энергетикалық батондарда да бар. Йодталған тұзды таңдау не үшін маңызды? Йод қалқанша без үшін өте қажет элемент. Йод жетіспеушілігі, шаршау, зат алмасу бұзылысы, есте сақтау қабілетінің төмендеуі, зоб сияқты ауруларға келеді. Қалай дұрыс қолдану керек? Күніне бір шай қасықтан аспасын. Дәмдеуіштермен алмастырыңыз, ас көк, сарымсақ ұнтағы. Дайын тағамдардан бас тартыңыз. Су ішуді ұмытпаңыз, тұз бен судың тепе-теңдігі бірге жүреді. Тұзсыз өмір мүмкін емес, бірақ шектен тыс қолдану өз денсаулығына қауіп төндіру. Сондықтан тұзды дұрыс қолданып, денсаулығыңызды сақтаңыз. Тұздың пайдасы мен зияны: қанша мөлшерде қолдану керек? Тұз адам ағзасы үшін өте маңызды минерал. Ол су мен минерал алмасуын реттеп, жасушалар арасындағы тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Әсіресе қан айналымы, жүйке жүйесі мен бұлшықет жұмысына қажетті элемент. Бірақ бәрі мөлшермен жақсы. Артық тұз тұтыну мынадай қауіпті жағдайларға келеді: қан қысымының көтерілуі, жүрек пен бүйрекке күш түсуі, судың ағзада жиналуы, ісіну, қан тамыр ауруларының пайда болуы, асқазан ішек жолдарының бұзылуы. Күніне қанша тұз жеу керек? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (WHO) тәулігіне 5 граммнан 1 шай қасық аспау керек деп ескертеді. Бірақ бұл тек қосып жейтін тұз емес, тағам құрамындағы жасырын тұзды да ескеру қажет. Жасырын тұз қайда көп? Консервілер, шұжық, сосиска, чипс, кеспе тұздықтар, фастфуд өнімдері. Йодталған тұз пайдалы ма? Иә, ол қалқанша бездің қызметіне қажет йодты жеткізеді. Қазақстанда йод тапшылығы бар өңірлер көп, сондықтан йодталған тұз ұсынылады. Қорытынды: тұз керек, бірақ шамадан тыс емес. Жүрек, бүйрек, қан қысымы бар адамдарға тұзды азайту денсаулықты сақтаудың басты шарты. Сіз бұл жайлы білдіңіз бе? Пікірге жазып қалдырыңыз. Арнаға жазылып, лайк басыңыз, денсаулығыңызды бірге күтейік. Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық.